Ене әңгімесі. Достар, мен алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар түсіретін боламын. Мені жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бір күні үйге әдеттегідей Гүлзий құрбым келді. Келінім баласын ұйықтатып жатқан соң, өзім шай дайындап әңгімелесіп отыр едік. Келін шығып, «Мама, мен душқа түсіп алайын. Бала ұйықтап жатыр, оянса қарап қоясыз ғой» деп, сүлгісін алып кетіп бара жатыр еді. Гүлзий, «Әй келін шырақ, сен енеңді әбден келін қылып алдың ғой» деп қажетсіз жерде мұрнын сұғып әңгіме айтып еді. Келін тоқтай қалып, құрбыма қарап, «Өзге отбасының тіршілігіне араласпай, жөніңізбен жүріңізші, көрші деп үлкен басыңызды сыйлаймыз, бірақ мамама жоқтан өзгені айтып, үстінен күліп, көңіліне қалаяу түсірмеңіз. Мамам ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзі де біледі. Сіздің пасық ақылыңызға зәру емес». Бір үйге келіп, дәм-тұз татып отырып, араға от жаққанша өз отбасыңызға көңіл бөліңіз деп төтесінен қойып қалды. Сөйтті де шығып кетті. Гүлзий аңқайып, не дерін білмей, маған қарап қалды. Мен іштей келінімнің мына сөзіне риза болдым. Менің айта алмай жүргенімді келін айтып, Гүлзийді өз орнына қоя білді. Соңғы кезде құрбыма ренжіп жүрген болатынмын. Үлкен келінді де осының ақылын тыңдап, қанша рет ренжіттім. Сөйтіп құрбым ашуланып сөйлеп, бір тоңқып алды да жөніне кетті. Арада біраз уақыт өткен соң, алыстағы құдалар келді. Немереме манеж, көрпе-жастығын, киім-кешек, майда-шүйдесін алып артынып-тартынып келіпті. Туған-туыс келіп, жақсылап күтіп алдық. Кейін үлкен ұлым құдаларды үйге шақырамын, әрі қоныс тойымды жасаймын деп, туған-туысты шақырып, үйін көрсетті. Үйін де күтті. Шалым алдын бірнеше рет барып, келіп немерелерін көріп тұратын. Мен осы жолы ұлымның шаңырағына бірінші рет бардым. Қаланың шет жағында, тауға жақын ауданда салынған үлкен үй екен. Келін екеуі үйлерін бітіріп алыпты. Үйдің ішінде ыстық су, суық су сарылдап тұр. Орталық жылу жүйесіне қосылған. Ішін жаңа жиһазбен техникаға толтырып қойыпты. Сырты жап-жасыл. Бақшаларында көксөктің бәрі бар. Балаларына үлкен бассейн құрып, жанына шатыр құрып қойыпты. Мен таң қалдым. Алдын шалым айтқанда мұншалықты емес шығар деп ойлап едім. Келін кең қонақ бөлмеге молынан қылып, жақсылап дастархан жасапты. Мұның барлығына қалай үлгеріп жүр деп таң қалдым. Ұлым мен келінім қонақтарды жақсылап күтті. Келінім бар жөн-жоралғысымен құдаларға ет асып, табақ тартты. Шынымды айтсам, мен қонақ күткенде осы табаққа мүшелеп ет салуды кейінірек әрең үйренген болатынмын. Алдын үнемі қайын әпкелерім салып беріп жүретін. Кейін ерлер сыртқа шығып кеткен соң, келіннің туыстары үй тойына әкелген сыйлықтарын табыстай бастады. Сонда құдағиым, біз сыйлығымызды алдын ала әкеліп, құрып қойдық деді. Сөйтсем, асүйдегі жиһаз бен соңғы үлгідегі газ плитасын алып берген екен. Келіннің әкесі 7 ағайынды еді. Солардың әрқайсысы бір зат әкеліп, ұлымның үйін толтырған екен. Бір апасы тұрып, жас отбасы аяққа тұрып кетуі үшін қолымыздан келгенше қолдау көрсетуіміз керек. Үлкендігімізді көрсетіп, қолдап, қолпаштап, ақылымызды айтып, жөн сілтеп отырсақ, жастарымыз аяққа нық тұрып, берік отбасы болып, ары қарай алып кетеді. Күйеу бала жақсы, өте пысық, кішіпейіл, ақылды жігіт. Осы шаңырақтары шаттыққа толып, өсеп-өне берсін. Қызым, осы заттарыңды игілігіңе жарат, құтты болсын деп келіннің бетінен сүйді.
мен балалардың бөлмесіне төсейтін кішігірім кілемше алып барған едім. онымды көрсетуге ұялып қалдым. Апасының мына сөздерінен кейін өзімді қатты ыңғайсыз сезіндім. Балам бөлек шыққанда адам ұқсап еншісін бермеппін. Тіпті бір кеседе бермеппін. Жалғасы бар.